Әлия Молдағұлова апамызбен Алла рахымына бөлесін тікелей тілдескен Жекен Жұмахановтың естелігінен соңына дейін тыңдап шығыңыздар. Жас қыздардың майданда несі бар екен? Оқуларын оқып жүре бермей дейсіздер ғой. Бір ойдан ойларыңызда дұрыста, ал шындық жайды болған оқиғаны көре тұрып осылай ойласаңыздар терісте деп Әлия қойылған сұраққа кеңінен жауап бере бастады. Соғыстың қарсаңында ағам Әбу Бәкір Ленинградқа көшіп келіп әскери қызмет атқарды. Мен Ленинградқа келгеніме барынша қуанышты едім. Өзіңіз Ленинградта болдыңыз ба? Мына ақын Яков Хелемский Ленинградтық. Мен де бір рет болған едім. Болсаңыз тіпті жақсы. Нева, ескерткіштер мен музейлер, мыс салтатты, Пушкин орындары, революция бесігі, Смольный сарайы, тас көшелер, темір қақпалар. Қайсы бірін айтарсыз? Сол Ленинградты жау самолеттері менің көз алдымда талқан етті. Бір күні асыға басып ағамның үйіне келсем, сізге өтірік маған шын не болған деңіз? Үй жоқ. Орнында үйілген тас пен кірпіш тау болып қалған. Сорайған мұржалар көңілге үрей салады. Не болған? Немістер бомбалап кетіпті. Жүгіре басып өкпем аузыма тығылып асып-сасып кейін қайттым. Мектепке келсем, өзім оқып, сатысында асыр салған мектебім жоқ. Мұнда да тау болған үйінді жатыр. Не болғанымды білмей есім ауған сияқтанды. Әлдеқалай аман қалған бір сатының үстінде отырып өксіп жыладым. Не істеуім керек? Сіздер әрі қарай тыңдаңыздар. Сіздер ойлағандай, мен қыз бола тұра, көзім жасты, көңілім бос бола тұра, шортынан қайтып белді берік байлап, солдат болған себебімді айтайын. Өмірі өлім дегенде шошына қарайтын, адам өлтіру түгілі тауық өлтіру дегенді білмейтін, менің жүрегіме жауды өлтіруім керек, құртуым керек деген адал мақсат қалай пайда болғанын айтайын. Айт қалқам, Әлия, емін еркін бүкпесіз айт. Жоқ аға, не бүкпесі болсын. Сонымен мен мектептің сатысынан көтерілдім. Әлдекімге тісімді қайрап, жұдырығымды түйіп, өзім тәрбиеленген балалар үйіне келдім емес пе? Балалар үйі де жоқ. Үй ғана емес-ау, бүкіл бір квартал өртеніп жатыр екен. Осы маңда немістердің шпионы болыпты. Сол қаптап келе жатқан неміс самолеттеріне осы маңды соғыңдар деп ракетамен белгі беріпті десті біреулер. Нені соққылайды десеңізші? Бұл жерде әскери бөлім жоқ, завод та жоқ. Ылғи ғана балалар үйлері, балалар бақшалары, мектептер, интернаттар. Не әкесінің көз құны қалды десеңізші? Осы тұста Әлияның басы төмен түсіп кетті де, жауырыны бүлкілдеп, қолына қыса ұстаған винтовкасының стволы шайқалақтап, үнсіз жылап, айтып отырған әңгімесі жасқа тұншыға қалды. Тіпті уанар емес, солқ-солқ етеді. Ленинградты да, Сталинградты да, басқа қалаларды да олар талқандап кетті, талқандап та жатыр. Жылама, Әлия қалқам, есесі әлі қайтады десем, оған болар Әлия жоқ. Үнсіз отырып жылайды. Қалаға жыламаймын, балаға жылаймын ағатай деді бір мезгілде. Бала кім? Өртеніп жатқан үйлердің бірінен 9-10 жастардағы ересек бала жүгіріп шықты. Үстіне кеңірек көк барқыттан киген костюмі бар. Аяғында сандал, шапкасы да қатып тұр. Шашын жаңадан ғана алдырған, көздері қап-қара, беті әппақ, төп дөңгелек сүйкімді бала екен. Баяғыдан жатқан қар қозғалып, тасқын болған таудан қашып шыққан жас бөкен сияқты, қара көздері ұясынан шығып қайда барарын білмей, біресе олай, біресе бұлай жүгіре берді. Ұзап кете алмай, қайта-қайта мен тұрған бағананың түбіне келе береді. Жаным ашып кетті. Баланы білегінен ұстай алып жетектей жөнелдім. Атың кім деп едім? Володя деді. Өзі әбден шошынған. Ондайда бала жылай алмай құр жан-жағына алақтай береді екен ғой. Ата-аналарың қайда кетті деп сұрадым бауырыма қыса. Неваның ар жағында боларға керек деді Володя. Олардың осында бола қалса, паналайтын үй номерін, көшесін анық айтып келеді. Екеуміз де жүгіріп келеміз. Алғашында білегінен мен ұстап алған едім. Келе-келе Володяның өзі менің қолымнан мықтап ұстап алды. Тіпті айрылар емес. Адамды қауіп пен қиындық қиюластырады.
Айналасы 1 сағат өткен жоқ. Мені сол Володя дәл бір тәтесі деймін-ау, тіпті анасындай көріп алды. Жүгіріп келеміз. Түнде болды. Аспан гүрілге толып кетті. Бір мезетте ауаны қақ жарған, дүниені басына көтерген бомбалар ойран асыр түсіп, сол маңның астан кестеңін шығара бастады. Жер сөгітіліп, ақыр заман болған шығар деп ойладым. Осы бір аспаннан ажал жауғаннан бері жата қалуға үйреніп алған дене Володяны құшақтай, үлкен алаң мен тротуардың түйіскен тұсына жата қалғаным бар емес пе? Жата қалғанымызбен бізді жердің өзі лақтырып, керектерің жоқ дегендей аулаққа тастады. Ойран асыр бомбалар түсіп жатыр зуылдап. Тиген жерін күйдіре өртей, темір жарықшақтар ұшып, жалмауыздай жалмап жатыр. Володяны қатты қысып мен жатырмын. Ақыры немене, бір кезде бомба толастады. Орнымнан атып тұрдым. Ал Володя тұрмай сұлық жатыр. Володя деп қолынан тартамын. Қалқам, Володя деп орнынан көтеріп алмақшы боламын. Жоқ, Володяның қол аяғы жансыз. Қайда қарай көтерсем, солай қарай сылқ ете түседі. Сол бір пәлелі түнде ай жарық болатын. Дәл үстімізде телміріп қарап тұрды. Ай жарығының астында тастың үстінде жатқан Володяның бетімді тақасам, шекесінде бірдеңе қап-қара болып көзіме түсті. Енді ғана аңғардым. Нақ сол жерден темір жарықшақ қадалыпты да, дәл бір тығын сияқты болып тұрып қалыпты. Бәлкім айқайлаған, бақырған шығар. Ойран асырдың кезінде естімеген шығармын. Володяның айтқан адресі есімде. Сонда апарып, өлі баласын әке-шешесіне тапсырдым. Олардың қайғысын қоса арқаладым. Володяның сүйегін көтеріп жүрген сол бір сағаттарда мен қатаң бір мектептен өттім. Сол күні түнде ұйқы көргенім жоқ. Қол аяғы былқ-сылқ етіп, телмірген ай сәулесінде жатқан Володя көз алдымнан кетпей қойды. Қаланы кезіп кеттім де, военкомат атаулының бірін тауып алып, арыз еттім. Мені майданға жіберіңіз. Жауды көбірек құртатын жұмыс тапсырыңыз деп жаздым. Солай деп айттым, солай деп жыладым. Военкомның алдынан кетпей қойдым. Көз алдыма мөп-мөлдір қара көздері жайнап, Володя тұрып алды. Комсомолда барсың ба деді. Өңінде шаршап күйінудің белгісі бар военком. Бармын дегенім жоқ. Сыртында Ильичтің суреті бар комсомолдық билетімді омырау қалтамнан суырып алып алдына қойдым. Жауды ұшқыш болсаң көп құртар едің деді военком. Несі бар? Ұшқыш боламын. Мені авиация техникумына жіберді. Сабақты үздік бағамен оқыдым. 3 ай оқығаннан кейін дәрігерлік комиссия ұшқыш бола алмайсың, жүрегің көтермейді деп қорытынды жасады. Дәрігер шіркін, айнаға салып қарағанда, анализ алғанда жүректің түр-түсін ғана білер, сырын қайдан білсін. Осы бір тұста Әлияның даусы айбарлы шықты. Маған оның өңі де сұсты көрінді. Мен снайперлік оқуға ауыстым. Ол мектепте де үздік бағамен мынадай винтовкамен бітірдім деп, қолында тұрған винтовкасының дүм жағын көрсетіп еді. Оған ойылып жазылған мынадай жазуларды оқыдым. Винтовка, номері 956, комсомолдың орталық комитетінен үздік мергендігі үшін. Осы винтовка екеуміз әзірге 28 жаудың көзін жойдық деді Әлия винтовканың жонынан бір сипап. Үлкен шайқастар әлі алда. Нақ бір еңбек бөліскен адамдар сияқтымыз. Мен Әлияның сөздерін тыңдап отырмын да, Яков Хилемский бір бұрышта Валентина Яковлевамен сөйлесіп, соның сөздерін жазып отыр. Мен де тыңдай отырып жаза бастаған едім, онымды Әлия жақтырмаған болатын. Жаза беріп қайтесіз, тыңдап алсаңыз болады ғой. Сіз бұл жөнінде жазушы Ставскийден үйреніңіз. Ол кісі көреді, тыңдайды. Ал қай уақытта жазатынын білмейсің деген еді. Мәліметтер Жекен Жұмахановтың Майдан дәптері атты құнды кітапшасынан алынды. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.